Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Оқырманым, сіздерге ең керемет деген рефлексия түрлерімен бөлісетін боламын. Ендеше біріншісі бұл түрлі папкалар деп аталады. 4 түрлі папканы дайындап апарасыз. Біріншіге ұнады, екіншіге айтарым бар, үшінші достарыңмен бөліс, төртінші есіме сақтадым. Енді бұл рефлексияның басқа рефлексиядан ерекшелігі осы 4 папкаге өздерінің ойларын жазып, соны папкаге салатын болады. Келесі рефлексия түрі бізде iPhone деп аталады. Яғни осы телефонға мұғалімге не айтқысы келеді, қандай нәрсені өзгерткісі келеді, алдағы уақытта қандай әдіс тәсілдермен сабақ өткісі келеді, сол өзінің пікірін мұғалімге жазатын болады. Ол үшін бізге тек iPhone үлгісін қағаздан шығарып, балдарға апарып беру керек. Сол кезде балдар қызығып, рефлексияны жазып беретін болады. Келесі рефлексия түрі бұл да ұялы телефон деп аталады. Бұл жерде ерекшелігі iPhone-нан мен білгенмін, мен білдім, менің сұрағым. Осы 3 бағыт бойынша өздерінің білгенін, білетінін, сұрағын жазып береді. Келесі рефлексия түрі Instagram деп аталады. Бұл жерде 3 белгі бойынша бірінші комментарий жазады, сабаққа ұнаса лайкын басады, үшінші сақтап алады, қай жері қызықты болды, қай жері ұнады, сол жерін сақтадым деп. Енді бұл жерде сол 3 белгі бойынша сіздер шығарып апарасыздар, соны оқушылар өзінің тұсына жабыстырып, жазғанын жабыстырып кететін болады. Келесі рефлексия бізде білім поштасы деп аталады. Бұл жерде білім поштасының ерекшелігі оқушылар хат жазатын болады. Яғни бүгінгі сабақ бойынша өздерінің пікірін, сөйтіп соны білім поштасы ұяшығына барып жабыстырып кетеді. Келесі біздегі рефлексия түрі гамбургер деп аталады. Бұл жерде 2 жағымды, 2 жағымсыз сабаққа байланысты өздерінің рефлексиясын білдіретін болады оқушылар. Келесі бізде рефлексия білім заряды деп аталады. Білім зарядының ерекшелігі бұл жерде оқушылар тақтаға берілген қағаздарға жабыстыратын болады. Бірінші маған сабақты түсіну қиын, екіншісі маған сабақ түсіну кезінде қиындықтар кездесті, үшінші маған сабақ түсіну кезінде қиындықтар мүлдем туындаған жоқ. Яғни қызыл, сары, жасыл түсті барып жабыстыратын болады. Келесі бізде бірей таяқшалары деп аталады. Бұл жерде өздеріне сабақ ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады себебін рефлексия қылып жазып кетеді. Келесі рефлексия бізде әлеуметтік желілер. Бұл жерде ұнады, есіме сақтадым, айтарым бар. Осы бойынша мұғалім қағаз шығарады, соған өзін ұнағасы ұнағанын, есіне сақтаса сақтағанын айтатыны болса, комментарийін жазып жабыстыратын болады, болмаса ішіне салып кетеді. Бізде келесі рефлексияның түрі Google деп аталады. Бұл жерде жаңа сабақта көтерілген мәселе болсын, жалпы сабақ қалай өтілді, соны осы жерге жазып беретін болады мұғалімге. Келесі рефлексияның түрі шар рефлексиясы. Қызыл, бұл жерде сабаққа қатыса алмаса қызыл, орташа қатысса күлген смайлик, ал өте жоғары деңгейде қатысса жүрек көзді смайлик. Яғни осы смайликтерді барып шарға жабыстыратын болады. Келесі рефлексияның түрі бізде олимпиада деп аталады. Бұл рефлексия бойынша өте пайдалы болды. Жалығып кеттім, топта талқыланғанын түсіндім, басқа адамға үйреттім, қиналдым, алаңдап отырдым. Осы бойынша оқушылар өздерінің ішкі түйсігін аңғартатын болады. Соңғы рефлексия бізде пирамида рефлексиясы деп аталады. Бұл жерде қызыл, сары, жасыл, көк түсті болып табылады. Қызыл ең төменгі деңгей, сары орташа, жасыл жақсы, көк ең жоғарғы деңгей болып табылады. Құрметті оқырманым, соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта қандай әдістер керек, я болмаса алдағы уақытта түрлі әдістер көргілеріңіз келсе, мені жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.
мені қолдап кетіңіздер. Менің арнама тіркелсеңіздер, неше түрлі әдіс-тәсілдер, көрнекіліктер, алдағы уақытта сіздердің керектеріңізге жарайтын түрлі материалдар жариялайтын боламын. Сондықтан арнамнан алыс кетпеңіздер. Рахмет.